Үлкен Түркістан күйреуі дейтін кітап бар дедім. Ол НКВД-ның қызметкерлерінің жазған сандырағы. Оны ырғызға келгенде айтты, үйінде де соны қайталап айтты. Бос сөз Мұстапаға жабылған жала. Анаңыздан сұрадыңыз ба, Мұстапа Гитлерге жолыққан ба? Сондай аңыз бар. Жоқ, Гитлер қабылдамаған. Олар оған ұсыныс жасаған дейді, анамның айтуынан. Ұсыныс, мына тұтқынға түскендерді Түркістан легион дейтін әскер қылып береміз, соны сен басқарасың. Қару береміз, кеңестер одағын тезірек жеңу керек. Онда менің қарсы талабым бар деп, 3 талап қойған. Бірінші, түрік тектестердің бәрін босат. Екінші, тамақтандыр, киіндір, қару бер. Үшінші, Ұлы Германия менен Үлкен Түркістан мемлекетінің шекарасы Орал тауы болсын. Орал тауына барғанда соғыс тоқтатсын да, арғы жағындағы Үлкен Түркістан елі менен Ұлы Германия мемлекеті әскери жағынан, экономикалық жағынан, әлеуметтік жағынан тең мемлекет болып қатынас жасасын. Осы талапқа ие десеңіздер, мен орындаймын деген сөз айтқан. Оны мен ғалымдарға да айттым енді кезінде. Ол кісінің Мария анасынан естіп қалған әңгімесі осындай деп, енді қаншалықты рас, оны енді ғалымдар сараптайды шығар кейін.